болады деп ойланбай жатырмыз ағайын. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мұбарак хадис шәрифтерінде мәрхәмет қылып келтіреді. Адамзат өлгеннен кейін адамзаттың арқасынан үш нәрсе барады. Адамзат өлгеннен кейін адамзаттың арқасынан үш нәрсе барады. Соның ең біріншісі, мына дүниеден бір Құран оқытып шәкірт шығарсаңыздар. Қаран Құран оқытып шәкірт шығарсаңыз, сол шәкірттің оқыған Құраны қылған хайри ихсандарынан хасыл болған сауап қабірге барып тұрады екен. Енді біз бұндай сөздерді көбірек түсіне бермейміз. Мынау больницаға барып қалатын болсақ, больницаға жатып қалатын болсақ, екі көзіміз терезеде болады. Бүгін арқамнан кім келер екен? Бүгін мені кім іздеп келер екен? Алла мына больницаға жатқызбасын. Бірақ тақдирімізде ауру болатын болса, екі көзіміз терезеге қарап қаламыз. Кім келер екен? Ай, бір ыстық жастыққа бас қойған өмір жолдасым келер ме екен? Немесім 9 ай көтерген балам, анашым қалайсың деп келер ме екен? Есікке көзіміз жыпылдап қарап отырады. Төріңді бермейтін қонағың, құдаң, немесім досың келер ме екен деп күтесің. Бірақ Алла сақтасын, бізді көбірек қартымыз тойса, пайдалансақ болды. Бірақ пайдасы тимейтін болса, оның басына бір іс түсетін болса, өліп кетсін, барғымыз да келмейді. Өкінішке орай болсын, мен осындай адамдарды емес, перзентті де көрдім осындай. Бір больницаға жатып қалған уақытымда бір 82 жастағы кісіге куә болдым. 82 ағайындар, мені қазір келіп отырмыз. Кеше ғана гүлханамызды апарып жерледік. Бүгін эксан беріп жатырмыз. Мүмкін бүгін мен өлетін шығармын. 2 күннен кейін Құдай астамағын береді де, болды бітті, содан кейін бітіп кетеді. Қараңыз, себебі өлімнен ешкім құтыла алмайды. Қаяққа барсаң да, біз ең кемінде осындай бір Құдай тамақтарға келген уақытта аз ғана ойланайық. Мен ертең қалай өлемін? Жаңа адамға өзі органда істеген отставкадегі полковник 82 жастағы, бірақ ол 60 жастағы адамға ұқсайды. Сол дәреже өзіне қатты қараған. Бірақ бұл надандық, жахалат деген нәрсе бұл адамның жасына қарамайды екен. Жаңағы кісі медсестралармен ойнап, ана жерін шымшып, мына жерін бір шымшып, сонда бір сай болмаған әрекеттерді істеді. Содан оны мен уағыз қылсам, ол тыңдамайды, тыңдағысы келмейді. Содан мен ол кісіге айттым: "Бүге, мен сіздің ата-анаңызда дүниеден өткен шығар, бір Құран оқып берейін десем, ол не дейді? Құран-Құранның жиыстырмай оған сенбеймін" деді. О ағайындар, жалғыз ғана мына Құдай тамаққа келіп, ішіп-жеп, жесең тиеді кете бермейік. Бәлкім ертеңгі өлімімізді есімізден шығармайық. Мен қалай өліп, ертең мені іздейтін адамым болады ма, болмайды ма деп, аз ғана болса пікір қылайық. Мына үстіміздегі тонымыз, басымыздағы норкаларымыздың бәрі қалады. Жаңа жерге апарып қойылады. Ол жерде не жерден береді? Содан біздің жанымызға адамдар көп келеді. Шәкірттеріміз келеді, достарымыз келеді, туған туысқандарымыз келеді. Бірақ оның арқасынан ешкім келмейді. Алланың сақтасын, қараңыз. Содан бір күні бір бала келді. Бір бала келді, кішкентай бір айран бір екінен алып келді. Сонда жаңағы өзінің баласын сұрап жатыр: "Ей, пәленші балам қаны?" "Пәленші балам қаны" деген уақытта білмеймін, оның жұмысы бар шығар, келмеді деді. Ол маған жалт етіп қарады. Себебі ол біліп тұрды ол. Мен оған қарап отырмын. Оның арқасында бірақ ешкім келмейді. Оның баласы да сонда бір университетте бітірген, бір ауданның бір прокуроры ол. Өте бір мәдениетті, бізге осы тақия киіп, шапан киіп, ана 5 уақыт дәрес алып намаз оқитын адам емес, ол өте мәдениетті. Соң қолымен вилка ұстап, оң қолымен пышақпен етті кесіп жейтіндерден. Аллахтың құдіретін қараңыз, келген жоқ. Екінші күні жаңағы жігіт келді. Баласын сұраған еді: "Білмеймін, ол жұмысы көп шығар" деді. Астағфирулла. Үшінші күні жаңағы жігіт келіп еді. Баласын сұрап еді: "Білмедім, жұмысы бар шығар" деп еді. Ашуланып боқтап кетті. Аузынан ақ ит келіп, көк ит боқтап жатыр еді. Жаңағы жігіт ашуланып келіп: "Е" деді, "балаң болса айтпайсың ба" деді. "Ана сыртта отыр, кірмей отыр" деді.
Qarang, ana sırtta otur, kirmeye otur dedi. Ne süzüreyim dedi. Oturup kaldı. Ana bana aşılan çıkıp sonda ben aytip atırım, kutlu olsun köke, kutlu olsun çake. Ben Kuday'dan bir mucizasını görüp durmam bana жерде. Qanday mucize bu? Men bir mucize görüp durmam. Kuday'dan kudreti qara. Sen ata-anangda tiri o'lgandan keyin esingni chiqarib bermedin, qarashi. Ata-anang necha yillar o'lib ketdi. Onu esine çıkarış vermedin. Kuday'ın kudreti. Balan tiri tur. Sen tiri tursun. Bırak balan seni esine çıkarış verdi bana. O ağayınlar közleşeyik. Biz de baramız. Cenazelerine barayıp duramız da. İbret almayımız. Adamlar onu kömet. Adamlar vağız aytadı. Çılaydı. Bırak ibret almayımız. Mene biz de istevatırımız var anamızda. Ötürük neşe türlü maskelerdi giyizip alıp durup. Çılap kalamız. O atam deyip durup. Bırak kim geldi, kim gitti ekan deb qarab bakıp duramiz. Belkim siz bilan biz farzand emas edik. Beshara ana 9 oy ko'tarmagan edi. Beshara akaning peshanasini ashimtir tushib edi. Nening arkasından o'sha bolamni hech kimdan kim bilsa ekan. O'sha bolamning oyog'i sho'ri qilmasa ekan deb, o'zi jalal oyoq kalish kiysa-da sizga yetik olib bergan edi. O'sha kufayga giysa-da sizni bir javroq qilmasin deb ustingizga palton olib berib edi. Endi qabrga tushdi. Ol qabr istiqjir emas og'ayin. O ağayın ol istiqjir emas, ol qabr sovuq. Ol qabrda kilim yo'q. Ol qabrda chiroq yo'q. Onun yasigi yo'q. Onun tesigi yo'q onun. Onun içinde beshara qoladi. Ey 9 oy ko'targan falan arxangdan bir ret Qur'on o'qig'a charamasa, 10 tay bola tug'andan it tug'an ortiq emasmi? Mana adam o'lgandan keyin arkasından 3 narsa borat deb o'tirmiz. Shuning biri shagird ekan. Ikkinchisi meshit salsa, yo'l salsa, ko'pir salsa ekan. Uchinchisi ega urpaq. Ağayinlar ega urpaq deb kimni aytadi? Ega urpaq deb turib ata-onaning tirlik kunida ata-shanim, ana-shanim deb xizmat qilgan bizning ata-onalarimiz bizning o'sinday shirin so'zimizga zar bo'lib qoldi hozir. Ne bir adamlarning janozasida bo'ldik, ko'muvinde bo'ldik. Bir ulkan bir adamning akasin jerligiga bordik. Jerlib o'tirmiz. Mana maytni endi kim qo'yadi o'rnina desak, hech kim turmayapti qo'y. Ananing barasi tur. Kassim shalbarda qatirib kiyib olgan, qara qilichday bo'lib tur. Üstüne anal toprağın qaqib qo'yadi. Mananing balasi bormi dedim men. İyi var dedi. Kim? Memin. Mana akendi qo'ymaysiz o'zim. O'zlaring qo'yasanglar sevadar. Astagfirullah. Sen qo'rqayotgan adam bu eshak emas, bu it emas, bu senin aken qo'y, aziz aken. Seni dunyoga keltirgan aken edi qo'y bu. Senin eng aziz, senin eng janosil aken edi qo'y. Endi o'lgandan keyin kerak bo'lmay qoldimi? O'likdan qo'rqam deydi. Bu o'lik. Astagfirullahal-azim. Bu aken. G'aybat aytuvga qo'rqmaymiz. O'shak aytuvga qo'rqmaymiz. Sigaret tashlashiga qo'rqmaymiz. Zina qilishga qo'rqmaymiz. Birovning orqasidan chozishga qo'rqmaymiz. O'z akamizni ustab qabriga qo'ydan qo'rqamizmi? Ega urpaq, alhamdulillah, mana bu sansizboy. Allah ömrünüzge bereke versin. Qanchılıqqa bardik biz 2011 yil. Gulxan anamızda alıp bargan. Baylar ko'p. Men baylarga toprak şaşmayım. Baylar ko'p. Biroq sonday temen baylar barda. Temen. Çermen çeksin bo'lgan baylar da barda. Qazanda neşe turli sırgalar, altın sırgalar kulağına taqadi. Moynuna neşe ulkan turashlar taqadi. Anasına bir köylük aperiga charamaytin baylar var. Qazini men Dubayda, nemesem Türkiye'de, nemesem neşe turli yerlerge boradi. Anası bir ret qaşılıqqa aparmaydi. Sansızbay bu ülkemiz biz qurdasmiz o'zi. Bu ruhani bayşigit. Biroq mana baylarga o'xshagan sayının bari qo'yga to'lgan, kiyiga to'lgan bayşigit emas. Biroq anasini aparib Alloh nasib. Bu eng ulkan baxt bu. Bu eng ulkan bir baxt. Anasini qaşılıqqa olib borup, ananing roziligini olib. Bu eng ulkan bir baxt.
Bunda bақыт жоқ. 8-ші марта өтірікті екі гүл әкеп береді. Итің жемейді ме ол гүліңді, итің жемейді ме? Bir rет өз анаңа қызмет қылып аяғын жуалмасаң, анашым деп тұрып аяғын сүйалмасаң, анашым деп тұрып өзіңнің баяғы істерсе білмейтін уақытыңдағы еркелеткен қолыменен қолын сүйіп пешенеңді ыстасаң, бұдан артық байлық, бұдан артық бақыт бар ма екен? Бірақ біз бұдан махрұм болып қалғанбыз. Біз ішсек, жесек, болды, қарын тойса, қасырлаған үйде тұрсақ, болды енді. Жоқ, бәлкім біз олардың разылығын алуға міндеттіміз. Алхамдулилла, салих перзент ата-ананың тірілік күнінде қызметін қылады, өлгеннен кейін арқасынан дұға қылады. Қараң, өлгеннен кейін арқасынан дұға қылады. Олар дұғаға мұқтаж. Міне ауқатты жеп атырмыз, палауды ұрып атырмыз. Неше түрлі. Абай айтқандай, бұл әшейін бір боқ. Оды көтеріп тұрған бір қапшық. Баратын жері не ол? Бәлкім Аллахтан сұрайық. Аллах субхана ва таала игі ұрпақтардан болуымызды нәсіп етсін. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям «Иқрау аля маутикум ясин» деді. Өліктеріңе ясин оқыңдар. Bir gün bir şeyde biri akesine cem saldırığa vardım, cem salıp oturum. Ana bir şey bir getip, bir gevatır. Sen şarşa bir deri tanı edip çıksam, oldu mu deyip, dayım oldu mu deyip, ben düşünmem, ne dayım oldu mu? Öldü mü deyip. Ver dayın deyip, verin dayı da koygamsın. Ne dayı da koygasın? O ana taratatın, kaslımın, kiyimin, matasın, ver dayı da koygamız deyip. Böyle imansız bala, Akenin, şişenin ölügüne kalay dayındaladı, matamen dayındaladı. Aken karıya bolğandan keyin, şişen erten bir ölümge keteden eğer, sizsen dayındal, ol Yasin suresini oku. Qaysı bala Yasin suresini okuvatır. Mağan adamlar kelip, akemizge şişemizge bir hatim kılıp versen işe tastır deyil. Özünşe, benim vaktim yok. Sağan gerek emes, ake şişe mağan neye gerek? Neye gerek? Seni 9'a kötürdü koyuyor. Seni 2 yıl yemizdi koyuyor. Sağan gerek olmayan ata-ana kimge gerek? Elhamdülillah. Sansızbaydın balası Yahya. Осы жігіті қары болған уақытта мен бір жыладым. Allah'ım біздің de балдарымыздың қары болуын нәсіп етті. Бұл қияметке дайындық ағайын. Қияметке дайындық. 1000 gektar жерін қалады, алып қойған жерін қалады, итке керек болмай қалады. Өзің қабірде, иттен бес қабірде барып қаласың. Қадірің жоқ. Арқамда дайындап қойған балаң жоқ. Ол сенің өлгеніңнен құтылды. Құдайыңды берді, тамағыңды берді, матаңды берді, құтылды. Болды, бітті ол. Analar. Cennet analar ayağına sınaydı. Ben inşallah Gülhan anamız cennet analar ayağına sınaydı. Analardan bol olan Allah nasip etsin. Balası var, nemeresi var. Bir gün biz yerge cenaze okuğa vardım. Kan turunuzlar yer tarafsızım, el-meyt juğulgan çok koydu. Bu özümüzün Sarıgaç'ta bolgan okuyga ağayınlar. Nege dedim? Ölükті жуатын ешкім жоқ. Өлік әйел еді. Өлік әйел. Мына біздің әйелдерімізге құлақтардың алтын сырға. Әйелдер көздеріңізді ашыңыздар. Жаңағы бишараның 9% бар екен. 5 қыз 4 ұлы бар екен. Мәйтті жуалмайды. Білмейді. Білмейді. Кафеге баруды біледі. Ойнауды біледі. Байына үлкен тұрастарды алдырып тақуды біледі. Бірақ бишара дәретті білмейді, ғұсылды білмейді, өлікті жууды білмейді. Білмейді бишара. Содан мына Сарыағашқа келіп 2 орыс қатынды алып барып жудырды. Әттең, ол кім еді? Ол сенің анашың емес беді. Ол сенің анаң емес беді. Сені 9'a көтеріп қараң. Ананың өлімі баладан демеді. Сені міне 9'ын туған екен. 9 rет өліп тірілмеді ма сол ана? Бірақ ол өлетін кезінде 1-2 орыс, ол орыс қай бір орыс еді? Ішіп алып жуатын орыстың қолында жуындыға айналды ағайындар.
Men biroq sol janazada aytdim. Bütün bala tuğanı, et tuğanı artık dedim. Suyakman bakkan itin, uyumda arılap korgalap jürede. Şikalat kempitmen bakkan balan, bir tiyir Kur'an okuğa canamasa, balama onu. Belki Allah Subhanahu wa Ta'ala bizden yüreğimizin aşılığını Allah nasip etsin. Eşeğin işip çep, anav keldi, manav keldi dep durup, işkençegenimizge mes bolup kete vermeyik. Belki oylanayıp, men kalay ölüm. Yersem mene arkamdan dua koyup var mı çok var. Tepten biz dua kılamız. Arkasında dua koyu var, dua koyu çoktun. Karın, izdevşisi var, izdevşisi çoktun. Rahmetine al. Sebebi kabirge barmaydın boğamız hazır. Çalgı şanazı bolsa gana baramız. Çigitler var mı aytadım? Men her daim barıp duramın. Künüge barıp duram deydin. Çigitler var mı? Çok ol. Kafeden kalmaydın